Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз Вега және Розетта миссияларын қарастыратын боламыз. Тақырыпты бастамас бұрын Галлий кометасы және Венера планетасын бір шолып өтейік. Галлий кометасы адамзатқа ежелден белгілі ең әйгілі периодтық кометалардың бірі. Ол күнді шамамен 75-79 жылда бір рет айналып өтеді. Сондықтан оны бір адамның өмірінде 1-2 рет көруге мүмкіндік болады. 1740-1760 жылдарда ағылшын астрономы Эдмунд Галлий түрлі деректерді зерттей отырып, әр 76 жыл сайын байқалған бірнеше әртүрлі кометаның шын мәнінде бір комета екенін анықтады. Ол 1758 жылы қайта оралатынын болжап кеткен, және дәл солай болып шықты. Содан бері комета сол кісінің атымен аталады. Галлий кометасы соңғы рет 1986 жылы жерге жақындады. Келесі оралуы 2061 жылы шілде-тамыз айларында көрінуі күтілуде. Ол кезде жерге әлде қайда жақын өтеді, сондықтан өте айқын болуы мүмкін. Галлий кометасының ерекшеліктері: ядросының ұзындығы шамамен 15-8 км. Құрамы мұз, су, аммиак, көмірқышқыл, тозаң, органикалық материалдар. Комета күнге жақындағанда мұздар буланып, ұзын құйрық, газ және шаң құйрығы пайда болады. Оның құйрығы әрқашан күннен қарама-қарсы бағытқа қарай созылады. Галлий кометасы туралы қызықты фактілер. Галлий кометасын Қытайлар біздің заманымызға дейін 240 жылы да жазып кеткен. 1066 жылы оның пайда болуын ағылшын Норман соғысының белгісі деп санаған. Тіпті ол Байо Гобелінде де бейнеленген. Ол аспанда пайда болғанда кей халықтар оны жаман белгі деп ойлаған. 1910 жылы жер кометасын газ құйрығының ішінен өтті, бірақ ештеңе болған жоқ. 1986 жылы оған бірнеше ғарыш аппараттары жіберілді, солардың ішінде Вега. Олар комета ядросын алғаш рет жақыннан түсіріп, кометалардың қалай қалыптасқанын жақсырақ түсінуге мүмкіндік берді. 2061 жылы ғалымдар не күтуде? Галлий кометасы 1986 жылға қарағанда жерге әлде қайда жақын болады. Сондықтан тіпті күндізгі аспанда да көрінуі мүмкін деген болжам бар. Ал енді Венераға келетін болсақ, Венера күн жүйесіндегі ең қызық әрі жұмбақ планеталардың бірі. Венераның көлемі, салмағы, тығыздығы жерге өте ұқсайды. Сондықтан астрономдар оны жердің егізі дейді. Бірақ бетіне қадам бассаң тірі қалу мүмкін емес. Венера өте ыстық планета болып табылады. Оның бетінің температурасы +462 градус. Бұл температура металлды ерітеді. Ол асхананың пешінен 9 есе ыстық. Және оның атмосферасы улы болып табылады. Атмосферасының 96% көмірқышқыл газы, қалғаны азот пен күкірт қышқылының тамшылары. Ауа қысымы жерден 92 есе жоғары. Бұл теңіз түбіндегі қысыммен бірдей. Венераның таңғалдырар ерекшеліктері. Ең бірінші ерекшелігі ол кері бағытта айналады. Күн жүйесінде 8 планетаның ішінен артқа айналатын жалғыз планета Венера. Яғни Венерада күн батыстан шығып шығысқа батады. Бір тәулігі 243 жер күні, бір жылы 225 жер күні. Яғни Венерада бір тәулік бір жылдан ұзақ. Венера ең жарық планета болып табылды. Түнгі аспанда айдан кейінгі ең жарық объект Венера болатын. Қазақтар оны ежелден шолпан жұлдызы деп атаған. Кешкі көрінгенде кешкі жұлдыз, таңертең шықса таң жұлдызы болды. Енді осы екі объектіні тереңнен зерттеген Вега миссиясына шолу жасайық. Вега миссиясы Кеңес одағы жүзеге асырған ірі ғарыштық жоба. Ол 1984-1986 жылдар аралығында жүргізілді. Мақсаты алдымен Венераны зерттеп, кейін Галлий кометасына жақындау болды. Вега 1 және Вега 2 атты екі аппарат Байқоңыр ғарыш айлағында ұшырылды. Аппараттар алдымен Венера атмосферасын зондтар түсіріп, маңызды ғылыми деректер жинады. Кейін олардың ұшу траекториясы өзгертіліп, Галлий кометасына бағытталды. Бұл миссия адамзат тарихында кометаны
жақын қашықтықтан зерттеген алғашқы әрекеттердің бірі болды. Аппараттар кометаға шамамен 8900 км жақындады. Кометаның ядросы мен құрылымда алғашқы рет нақты суретке түсірілді. Зерттеу нәтижесінде кометаның қатты ядросы бар екені дәлелденді. Ұшу бағыты мен уақыт есептеулері өте жоғары дәлдікпен орындалды. Миссия халықаралық ғылыми қауымдастық тарапынан жоғарғы бағаланды. Вега жобасы болашақ ғарыштық зерттеулерге берік негіз қалады. Вега атауы нені білдіреді? Вега атауы екі аспан денесінің Венера мен Галлий кометасының аттарынан құралған. Бұл атау миссияның қос мақсаты екенін көрсетеді. Біріншісі Венера планетасының атмосфералық зерттеу, екіншісі Галлий кометасына жақындап, оны зерттеу. В дегені Венераны білдіреді, ал Галлий кометасының алғашқы екі әрпін алынған. Бұл атау кеңестік миссияның ерекше ғылыми бағытын айқындайды. Атау таңдауы кездейсоқ емес, өйткені аппараттар екі аспан денесіне де сапар шекті. Вега миссиясы бірнеше кезеңнен тұрды, және әр кезең осы екі нысанмен байланыста болды. Венера бөлімі атмосфералық зерттеулерге бағытталды, ал комета бөлімі ғарышта алғаш рет кометаға жақын ұшып кеткен ғылыми эксперимент болды. Бұндай атау ғылыми дәлдік пен символдық мағынаға біріктіріп тұр. Сонымен қатар, Вега атауы халықаралық қауымдастыққа да түсінікті әрі есте қаларлық болды. Бұл қысқа әрі нақты атау миссияның ауқымын толық сипаттай алды. Галлий кометасына ұшу кезінде құралдардың зақымдалуы, шаң дауылы. Галлий кометасына жақындаған кезде екі аппарат та кометаның өте күшті шаң, газ ағымына кіріп кетті. Бұл ағындар кейбір датчиктерді соққыдан өшірді, кей құралдардың жұмысын бұзды. Ғарыш кемесінің ориентаторларын уақытша шатастырды. Бұл қақтығыс миссия үшін өте қауіпті болды. Комета жанындағы шаң жылдамдығы 30 км/с, оқтан да жылдам. Бірақ аппараттар аман қалды. Бұл өте үлкен жетістік болды. Вега инженерлері аэростат шарлары Венера атмосферасында 2-3 сағат қана жұмыс істейді деп ойлаған. Ал іс жүзінде Вега 1 аэростаты 46 сағат, ал Вега 2 аэростаты 60 сағат жұмыс істеді. Венера атмосферасы апатты тозақ сияқты болса да, шарлар өміршең болды. Бұл үлкен ғылыми сенсацияға айналды. Вега 1 қону аппараты мәліметті аз уақытта жіберді. Температура тым жоғары болды. Қону капсуласының Венера бетіне түсерде температура мен қысымдар күткеннен жоғары болды. Салдарынан кей құралдар еріген, жоғары қысым байланыс схемаларын зақымдаған. Жұмыс уақыты жоспарлағаннан қысқа болды, бірақ түсу кезіндегі барлық деректер сәтті жазылды. Комета ядросын түсіру қиындығы. Комета ядросы қараңғы, шаңмен жабылған және апатты жылдамдықпен қозғалады. Көп камералар күткендей аппаратты жарықпен жауып түсіреді деп ойлаған, бірақ шаң көп болғандықтан сурет алу өте қиын болды. Ал миссия нені ашты? Неге қол жеткізді? Венераның атмосферасын дәл өлшеді. Құрамы 96% көмірқышқыл газы және 3,5% азот газы. Күкірт қышқылы бұлттарының құрылымы нақты анықталды. Қысымы 92 атмосфера, температурасы плюс 462 градус. Венерадағы жел жүйесі ашылды. Аэростаттар көрсеткені жел жылдамдығы 240-270 км/сағат. Атмосфераның айналу жылдамдығы планетаның өзінен 50 есе тез болды. Және атмосфераның электр белсенділігі өлшенді. Жарық найзағай тәрізді импульстар тіркелді. Аэростаттардың маршруты картаға түсірілді. Желдің бағыттары алғаш рет нақты өлшенді. Венера бетіне қысқа радио мәлімет алынды. Топырақтың радиомәтіндік қасиеттері төменгі атмосфералық қабатының нақты профилі белгілі болды. Ал Галлий кометасынан алынған деректер комета ядроның алғашқы жақын суреті болды. Вега 1 және Вега 2 Галлий кометасының өзегін алғаш рет айқын түсірді. Ядро ұзындығы 15 км,
беті қара темір тәрізді. Белсенді аймақтардан газ бен шаң атқылайды. Бұл кейін барлық комета модельдерінің негізіне айналды. Кометаның газ құрамын анықтады. Су буы, көмір қышқыл газы, көмір сутектер, органикалық молекулалар. Кометаларда органикалық материал бар деген гипотеза расталды. Шаң бөлшектерінің жылдамдығы мен құрамын өлшеді. Шаң массасы, жылдамдығы, химиялық құрамы, бөлшектердің энергетикасы. Бұл алғашқы нақты комета плазмасының өлшеуі. Комета құйрығының құрылымы. Плазма құйрығы, шаң құйрығы, магнит өрісінің құрылымы нақты анықталды. Осылайша Вега өз миссиясын сәтті аяқтады. Енді келесі қарастыратынымыз Розетта миссиясы. Розетта Европалық ғарыш агенттігі ESA іске қосқан ғарыш миссиясы. Бұл миссиясы 2004 жылы ұшырылып, күн жүйесінде өте ерекше нысан 67P Чурьемов-Герасименко кометасын зерттеуге бағытталды. Розетта алғаш рет адамзат тарихында бір кометаның орбитасына кіріп, ұзақ уақыт бойы оны қадағалаған аппарат болды. Бұл миссияның мақсаты кометаның құрылымын, құрамын және мінез құлқын зерттеу арқылы күн жүйесінің ерте кезеңдерін түсіну. Кометалар күн жүйесінің пайда болу кезеңінен қалған мұзды археологиялық қалдықтар ретінде қарастырылды. Розетта кометаға жету үшін 10 жылдық күрделі жолдан өтті. Бірнеше рет Жер мен Марстың тартылыс күшін пайдаланып, жылдамдығын өзгертті. Ол тек орбитада қалумен шектелмей, арнайы Philae қону модулін кометаның бетіне қондырды. Бұл тарихта тұңғыш рет комета бетіне ғарыш аппараты сәтті қонған жағдай болды. Осы миссия нәтижесінде кометада органикалық молекулалар мен су буы анықталды. Розетта күн жүйесінің тылсым сырларын ашуға үлкен үлес қосқан жаңашыл ғылыми жоба болды. Розетта кемесі кометаға жету үшін бірнеше гравитациялық маневрлар жасады. Ол Жер мен Марстың тартылыс күшін пайдаланып, жылдамдығын арттырды. Ол маневрлар аппаратқа қажетті траекторияны және жылдамдықты қамтамасыз етті. Саяхат шамамен 10 жылға созылды. Осы уақыт ішінде Розетта бірнеше рет Жерге жақындап, байланыс пен жүйелерін жаңартты. 2014 жылы аппарат кометаға жетіп, оның орбитасына кірді. Бұл ғарыш зерттеу тарихында ерекше оқиға болды. Розетта миссиясында күтпеген жағдайлар. Philae қоңышының кометаға секіріп кетуі. Бұл миссияда ең үлкен күтпеген оқиға болды. Philae комета Герасименко бетіне қонуы керек еді. Қону жүйесі бұлай жұмыс істеу болатын. Гарпундар комета бетіне қадалу керек болған. Қону аяқтары жерге жабысып қалуы тиіс болған. Бірақ гарпундар атылмады. Кометаға тиіп үлгермеді. Philae бекімей қалды. Нәтижесінде Philae секіріп кетті. Төмен ауырлық күшіне байланысты қонғыш аппараты серіпше сияқты бірнеше рет секіріп, бір рет 1 километрге көтеріліп кетті. 2 рет соғылып барып, көлеңкелі жерге түсті. Розетта миссиясы Жерге қандай жақсы жаңалықпен келді. Кометада органикалық молекулалар табылды. Амин қышқылдарына ұқсас қосылыстар, көмірсутектер, оттек молекулалар табылды. Бұл жердегі тіршіліктің көзі кометалар болуы мүмкін деген идеяны күшейтті. Және кометаның ішкі құрылымын да анықтады. Ішкі бөлігі кеуекті мұз шаңнан тұрады. Екі лоб бір-біріне жұмсақ соқтығысқан. Кометадағы судың жер суының айырмашылығы бар екен анықтады. 67P Герасименконың суының дейтерілер мөлшері жер суынан 3 есе көп болған. Демек, жердегі судың көбі кометада емес, астероидтан келген. Қорытындылай келе, екі миссияда екі мақсатты зерттеулердің батылдығын көрсетті. Вега планетаны және кометаны зерттесе, Розетта кометаның ядросы және кометаның бет материалын зерттеді. Күтпеген жағдайлар ғылымға тосқауыл болмады, керісінше жаңа ашылымдар әкелді. Вега аэростаттарды ұзақ жұмыс істеп, Венера атмосферасына терең зерттеді. Розетта Philae секіруіне қарамастан кометаның химиясын және құрылымын толық түсіндірді және ғылыми мұра қалдырды. Вега
Венера атмосферасын Галлий кометасының алғашқы нақты суреттерін тапты. Розетта кометаның органикалық молекулалары, газ ағымы, ядро құрылымын анықтады және технологиялық батылдықтар жасады. Екі миссияда өз заманда шеткі технологиялық шектеулердің сынап көрді. Вега аэростат Венера атмосферасында 2-3 күн орындайтын болжанған, бірақ 60 сағат жұмыс істеді. Розетта Филая секіріп кетуіне қарамастан, аппараттар деректерді жеткізіп тарихқа енді. Вега мен Розетта адамзат кометаларды зерттеудегі шексіз батылдығы мен ғылыми табандылығының символдарына айналды. Қорытындылай келе, Вега мен Розетта миссиялары ғарышсыз зерттеудегі адамзат батылдығын дәлелдеді. Вега Венера атмосферасы мен Галлий кометасын зерттесе, Розетта комета 67P Герасимиканың химиясы мен құрылымын ашты. Екі миссияда күтпеген қиындықтарға қарамастан маңызды ғылыми мәліметтер жеткізді. Осы жобалар ғылым мен технологияны жаңа деңгейге көтеріп, кометалар мен планеталарды зерттеудің негізін қалдырды.